Arasında su İşlemeyin. Soğuk çatla salonda çatla. Burada var ya. Mamalar. Жалпы талантты және дарынды балалар ол көзге ерекше түсетін, ақ бізді жаман тыңдап қалдым бәрі. Көзге ерекше түсетін, сондай осындай топтың арасынан да көзге ерекше түсіп тұратын балалар, олар туа бітеп, алғыр, креативті, эмоционалды ерекшеліктері болады, төзімділік, ұшқыр, ойлы болып келеді. Жалпы дарынды мен талантты деп былай екіге бөліп қарайтын болсақ, дарынды бала деген бұл ақпаратты тез қабылдайды және жан-жақты любой саланы алып кете алады. Ал талантты бала бұл бір бағытта ерекше қызығушылығы бар, бір бағытта жалпы алып кете алады, сол жағынан ерекше өзін көрсеткісі келеді. Жалпы талантты және дарынды балалардың жеке ерекшелігінен топталған бөлек оларға ортақ. Қош болды. Көзім жетпей жатыр. Ойлау қабілеті жоғары болып келеді олардың. Яғни ақпаратты тез қабылдайды және оңай түсінеді, заман ағымына сай жаңа бағдарламаларды тез игереді. Одан кейін логикалық ойлаулар жақсы дамыған, яғни кез келген бағытта, кез келген ақпаратты тез қабылдап, логикалық өздерінің ойлау қабілеттері шексіз кете береді. Өздігінен қосымша ақпарат ізденеді. Яғни алғыр, талантты, дарынды балалар өздік. Не болды өйстік? Ютубқа шығады ғой, Ютуб. Өздігінен ізденгісі болады. Яғни бір ғана үйретіп жатқан бағытпен тоқталып қалмайды. Өздігі кез келген нәрсеге әрі қарай құмарланып, жаңа ақпараттарға бейімделеді. Және қызығушылығы кең. Әртүрлі бағытқа қызығып, бір ғана бағытпен тоқталып қалмайды, өзі жан-жақта қабілетті бола біледі. Ал жалпы келетін болсақ, талантты бала негізінен туа біткен таланты бар және бір салалы болып келеді. Яғни бір бағытты ұстанып, сол бағытты әрі қарай дамытатын болады. Ал дарынды бала ол көп салалы, яғни жан-жақты және кез келген нәрсеге тез бейімделетін болып айырмашылығы. Сосын талантты бала мен дарынды баланың айырмашылығы мен айтқылай десеге мақтан. Алдында демалыс күні Санжар Керімбай мен Сейілбек Мырзабай келді. Соның лекциясына барып, сол кезде айтады, талантты және дарынды баланың айырмашылығы туралы. Талантты бала туа біткен талантпен туылады, яғни ол уже баланың қанына сіңіп туады да, бір какой-то бір талант, дауыс иесі, бірдеңеге бейімділік, математика. Ал дарынды бала ол жаңағы бір салаға бейімді бала болады. Яғни өсе келе бейімдеу арқылы дарынды баланы дамыту керек. Талантты бала мен дарынды бала одан сайын ашу үшін, оны қорғалмау үшін жаңағы айтады Сейілбек Мырзабай, оған үш нәрсені қалыптастыруымыз керек. Ол бірінші сол баланың сол жерде қалыптасатын ортасы болу керек, және ерік жігері болу керек. Баланың өзінің қалауы болу керек, мотивация. Осы үш нәрсені обеспечивать еткен кезде жаңағы дарынды бала талантты баламен бірдей деңгейде болады. Таланттылы ол туа біткен болады, бірақ ол білім жағынан нашар болғанмен оның таланты оны алып шығуы керек. Ал дарынды бала ол білім арқылы талантты баладан оза алады. Еңбек қорғалы. Ең керемет топ. 6 топ. 5 топ қой. 5 топ қалай қылады топ?